Футбол бұл өмір, ал 13-ші сектор арнасы футбол ақпараттарын жеткізуші арна достар. Чемпиондар лигасы жалғасады, бізді тамаша ойындар күтіп тұр. Реал Мадридтің жартылай қорғанысындағы таланттарды АПЛ-дың клубтары алып алғысы келіп отыр. Осы және басқа да футбол ақпараттары 13-ші сектор арнасында. Достар, арнамызды қолдап, лайктарыңызды басып, жазылып отырыңыздар. Біз сіздер үшін жиі футбол ақпараттарын шығарамыз. Ал енді біз бастайық, кеттік. Арсенал клубы Реал Мадридтің ойыншысына көз тікті. Камавинганы алғысы келеді. Камавинга қазір Реал Мадридта өте тамаша ойыншылардың бірі, ақырын негізгі құрамға да ілікті. Енді Камавинганы 120 миллион евро берсе сатуға дайын. Ал Камавинга түсінікті болу үшін айта кетейік, трансфер-маркет порталында 90 миллион евро тұрады. Үстіне 30 миллион евро қосу соншалықты бір қиын жағдай емес. Нақты бағасы 120 миллионға лайықты деп ойлаймыз Камавинганы. Енді Камавинга Реалға керек, бірақ та сатып жіберуіне де болады. Жақсы ақша ұсынып жатқан жағдайда. Енді Камавингасыз Реал Мадрид бәрін жоғалтып алады. Камавинга деген ауыстыруға келмейтін, сатуға келмейтін Реал Мадридтің бір бөлшегі деп ештеңе де айта алмаймыз. Сатып жерсе ештеңкесте қисайып қалмайтын меніңше Реал Мадридтің. Ал енді Реал Мадридта Арсеналдың бір ойыншысына көз тігіп отыр. Ол Мартин Эдегар. Эдегарды қайтадан қатарларына қосқысы келеді. Реал Мадрид біраз болды Эдегарға қызығып жүргеніне. Енді Камавинга жайлы, Камавинга кетсе қисайып қалмайды деп айталсақ, енді Эдегар жайлы айталмаймыз. Эдегар Арсеналдың бір бөлінбес бөлшегі. Эдегарды Арсеналдан алып кететін болса, точно бір жерлері қисайып қалады. Арсеналдан Эдегарды жіберуге болмайды меніңше. Трансфер-маркет порталында Эдегардың құны қазір 95 миллион евро. Камавинганыкі 90 миллион евро. Бірақ екеуін ауыстыруға келмейтін тәрізді меніңше. Реал мен Арсеналдың арасында айырбас болуы мүмкін ба, мүмкін емес па, немесе Эдегарды жібермей Камавинганы қатарларына Арсенал клубы қоса алады ма, бәрі белгісіз. Соңғы жаңалықтарда бейресми осындай ақпараттар шығып жатыр. Достар, бүгінде Чемпиондар лигасы жалғасады. Бүгін тамаша ойындар бар. Енді бірінші ойын Атлетико Мадрид пен Дортмундтық Боруссияның ойынын айтып өтейік. Атлетико Мадрид Дортмундтық Боруссияның ойынында бүгін гол көбірек болатын сияқты. Себебі Атлетико Мадрид өзінің үйінде мәселені шешіп тастағысы келеді. Ал Дортмундтық Боруссияның үйіне барғанда өзінің қалыпты ойын автобусын ойнайтын шығар, жатып алатын шығар. Бірақ осы ойында, алғашқы ойында шабуылдаушы ойын болады. Кешегідей бұл ойында да голдар көреміз деген ой бар. Келесі ойын орталық ойын ол Парис Сен-Жермен Барселона. Жалпы Парис Сен-Жермен Барселонаны өте қатты жек көреді. Баяғы 6-да 1-ден кейін ұната қоймайды. Сондықтан бүгін бұл жақта да шабуылдаушы ойын болады. Барселонада, ортада да, алда да, қорғаныста да жас ойыншылар ойнайды. Чемпиондар лигасында әлі тәжірибесі жоқ ойыншылар ойнайды. Сондықтан да осылар қателік болуы мүмкін. Бірақ та Атлетико Мадридқа ойнаған сияқты ойынды Барселона жақсы бір тактиканы қойып тастаса, ПСЖ-ны да басқаны да шашып тастауына болады. Не дегенмен енді Килиан Мбаппе деген сияқты ойыншыларды Барселонаның қорғанысына ұстау өте қиын болады. Бұл жақта да 2 гол болады, 2 голдан жоғары гол болады деген ой бар, болжам бар. Егер де сіздердің ойларыңыз, болжамдарыңыз болатын болса, 1xBet компаниясы 13-ші сектор арнасының демеушісі 13-ші сектор деген промокод берді. Осы промокод арқылы кіретін болсаңыздар, сіздерге 200 мың теңгеге дейін бонус береді достар. Бүгінгі тамаша ойында 1xBet компаниясының берген керемет мүмкіндігін жіберіп алмаңыздар. Сілтемесі осы видеоның астында тұрады. Достар, баршаларыңызға сәттілік. Достар, енді кешегі ойындарға тоқталайықшы. Арсенал Бавария ойынына. Бавария Арсеналдан 1 ұпай болсын алып кетеді дегенге ешкім сенген жоқ. Бірақ та Бавария енді жалпы Чемпиондар лигасының жілігін шағып майын ішкен клуб деп айтсақ болады. Ал енді Арсенал жалпы статистика бойынша өте мықты қорғаныс биылғы маусымда Арсеналда. Неге екенін білмейміз. Арсенал Чемпиондар лигасына келгенде тізесі тірілдеп, АПЛ-дағы лигадағы ойындарын жоғалтып, өздері таппай қалатын әдеті бар. Кеше Бавария Арсенал қарағанда әдем ойын көрсетті деп толықтай айтуға болады. Лерой Саненің кеше енді бенефисі болды деп айтсақ та болады. 2-1 жеңіліп жатып, 2-2 қылып теңестіріп үлгерді. Оған да рахмет. 2-1 болғанда мәселесі шешілді деп айтуға да болатын еді негізінде.
Бавария өзінің үйінде қандай жағдайда болса да, қандай кризистік жағдайда болса да, өзінің үйінде Чемпиондар лигасында жақсы ойнап бере алады Арсеналға қарсы. Арсенал қандай деңгейде болса да. Бірақ енді бұл жерде еш нәрсе де шешілмей қалды. Негізінде жеңіп кеткені дұрыс еді Арсенал үшін. Ал Арсенал үшін ондай нәрсе болды да. Ойынның соңында Нойер Саканы орып салды, бірақ та төреші пенальтиді берген жоқ, тап-таза пенальтиді берген жоқ деп айтуға болатын шығар. Арсеналдың бір голын ұрлап алды төреші деп айтуға толықтай болады, себебі бір таза пенальти болып көрінді менің көзіме. Ендігі мәселенің бәрі келесі ойынға қалды. Ал енді кешегі ойынның келесі ойынына өтейік. Реал Мадрид Манчестер Сити. Екеуі 50-50 болды. Негізінде деңгейі шынымен де сарапшылар дұрыс санаған екен. 50-50. Ал Реал Мадрид кеше өте әдемі қорғанды. Қорғанысы жақсы болды. Алыстан ғана соққылар бағыттады. Және де Лунин кеше алдыңғы өзінің көрсетіп жүрген өнерін көрсете алмады. Лунинді да кінәлауға болмайтын бір керемет голдар кірді. Бірінші голға ғана кінәлауға болатын шығар. Басында кіріп кеткен айып тобынан Бернардо Сильваның салған голына ғана кінәлауға болады шығар. Қалған Фоден мен Гвардиолдың голын енді ұстай алмайды. Кеше деген бай деп Фил Фоденнің голына таңғалып үлгермей жатыр. Гвардиолдың одан өткен голын көрдік. Ойбай, мынау не деген гол деп отырғанда Вальверде нүктесін қойып тастады тамаша голдардың. Осындай керемет кеше голдарға куә болдық. Есеп 3-3. Енді Ситидің үйіне барғанда Реал Мадридқа оңай болмайды. Сити өзінің үйінде өзінің ойынын қойып тастайды, қандай команда келсе де. Енді Реал Мадрид соңына дейін ойнайтын клуб болғандықтан, мінез болғандықтан, характер бар Реал Мадридта, сенуге болады. Кез келген басқа клуб болса, болды, үміттеріңді үзіп еліңдер деп айта салатын едім. Бірақ та Реал келсе де, басқа келсе де, Манчестер Сити өзінің үйінде өз ойынын қойып тастайтын клубтардың бірі. Бірақ бұл жерде де әлі ештеңе айта алмаймыз. Бір-екі мүмкіндіктімен ақ Реал шешіп тастауы мүмкін ойынның тағдырын. Реал Мадридтің жартылай қорғанысына АПЛ көз тіккен тәрізді. Камавинганы Арсенал алғысы келіп отырса, Чаумениді Челси клубы алғысы келіп отыр екен. Челси айтады, біз Джеймсті берейік, Рис Джеймсті берейік. Қазір білесіздер, Реал Мадридқа қапталдағы қорғаушы керек екенін біз де біліп отырмыз. Рис Джеймсті берейік, және де келісілген бағаны айтыңыздар, қосып берейік те Чаумениді алайық деп отыр. Бірақ та Чаумениді бергендер қаншалықты дұрыс. Чаумени қазір Амбеба ойыншы. Қапталдағы қорғанысты да, орталық қорғаушы да, жартылай қорғаушы да ойнай беретін әмбебап ойыншы, және де жас ойыншы, талантты ойыншы, бағасында да тұрақты ойыншы. Чаумениді Реал Мадридтан жіберіп қажеті жоқ. Ал енді Рис Джеймсқа келетін болсақ, Рис Джеймс жиі жарақат алып қала беретін ойыншылардың бірі қазіргі таңда. Және де бағасы да жыл сайын түсіп жатыр. 20 миллион евроға дейін түсіп кеткен бағасы. Қазіргі таңда Рис Джеймс трансфермаркет порталында 50 миллион евро тұрады. Бұндай ойыншы қаншалықты Реал Мадридқа керек деген сұрақ туындайды. Және де бұл жай ғана ақпарат болып қалуы мүмкін, ауыстырмауы да мүмкін Реал Мадрид. Енді жалпы осындай ақпарат шықты. Чаумени да Камавинга да негізінде сол Реал Мадридта қала берген дұрыс па деген менде бір ой бар. Сіздердің ойларыңыз қалай? Өз ойларыңызды пікірге жаза отырыңыздар. Бүгінгі біздің сіздерге жеткізген ақпараттарымыз осындай. 13-ші секторды қолдап арнамызға жазылып отырыңыздар. Назарларыңызға рахмет.